Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге меренгалық бәлішпен бөлісетін болам. Өрік және шие қосылған дастархан көркін береді. Ал ендеше кеттік. Жібіп тұрған майымызды қант ұнтағымен жақсылап тұрып миксерлеп аламыз. Жұмыртқаның ағы мен сарысын ажыратып, сарыуызды бір-бірлеп асықпай қосып миксерлейміз. Осы кезекте мен жылы сүт қостым және шымшым тұз. Егер сіздерде қаймақ немесе айран болса, оны да қосуға болады. Ұнымызды үткіштен өткізіп аламыз. Онымен бірге қопсытқышты да қосамыз және мен жарты лимонның цедрасын осылай үгітіп қостым. Тағы барлығысын бірге жақсылап миксерлеп аламыз. Менің силиконды формам шамамен 24 диаметрлік. Барлық осы сұйық қамырымызды салып шығамыз. Оған дейін біздің пешіміз қызулы болу керек. Мен мұздатылған осындай шиелерді қостым және өріктерімді де араластырып салдым. 180 градуста шамамен 25 минуттай піседі. Осылай ағаш таяқшамен тексеріп аламыз. Және алдында қалған біздің ақуыздарымызды шымшым тұз және бір шай қасық лимон суын шырынын қосып, жақсылап миксерлеп алуымыз қажет болады. Миксерлеген кезде қантымызды аз-аздан қосып отырамыз. Меренгамыз дайын болды. Енді пісіп тұрған бәліштің үстіне барлық меренганы абайлап құйып шығамыз. Пешімізді 150 градусқа қыздырып, 10-15 минут пеште ұстаймыз. Беткі қабаты сәл қызарған болу қажет. Міне бәлішіміз дайын болды. Кесіп қазір сіздерге көрсетеміз. Өте ерекше бәліш. Әрбір қабаты өте анық көрініп тұр. Дәмі де сондай нәзік болып шығады. Және шиенің қышқыл дәмі білініп тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сұрақтарыңыз бар болса комментарийге жазыңыздар. Сіздерге жауап береміз. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.